Айбек Оралбай 2 дүркін Азия чемпионы атанды. 2024 жылғы Азия чемпионаты өз мәресіне жетті. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Жаңа ғана 2024 жылдың Азия чемпионаты өз мәресіне жетті. Қазақстанның ерлер арасындағы ұлттық құрама 4 алтын медальмен жарысты қорытындылады. Ендеше бүгінгі финалдық кездесулерге толығырақ тоқталып өтейін. Ақтық бәсекелестік кездесулерді бастаған 48 келі салмақ дәрежесінде Азия және әлем чемпионы Санжар Ташкенбай өзбекстандық өзінің байырғы қарсыласы Шодиоржан Мелекузиевпен шаршалаң төрін бөлісті. Жекпе-жек басталысымен боксшылар алма-кезек шабуыл алмасып, алғашқы раундтан бастап қарқындарын көтерді. Осыған дейін 2 мәрте жеңген Санжар Шодиоржаннан дәл осындай қарсылық күтпеді ма білмедім. Қорғанысына қатты көңіл бөлгендей болып көрінбеді. Жалпы жекпе-жекке келетін болсақ, боксшылар өте тартысты, айтарлықтай бәсекелестік көрсетті. 3-ші раундта шаршалаңдағы реферидің нокдаун есептегені дұрыс емес шешім деп есептеймін. Ешқандай соққы болмады. Және сол нокдаун жалпы жекпе-жектің тағдырын шешкендей болып көрінді. Мен төреші емеспін, бірақ жекпе-жек нәтижесімен келіспеймін. Қоржынымызға әзірге күміс медаль түсті. Одан кейін шаршалаңға көтерілген әлем чемпионы Махмуд Сабырхан, ол да өзбекстандық Шахзод Музафаровқа қарсы керемет кездесу өткізді. Қос боксшының жекпе-жегі көптеген көрерменнің көңілінен шықты деп есептеймін. Махмуд бірақ өзбек боксшысының алдында өте әккі болып көрінді. Әр шабуылы сенімді, ұпайларында қадағалап отырғандай әр шабуылын есеппен жасады. 3-ші раундта Махмудтың қарқынына шыдамаған өзбек боксшысы жалпы жекпе-жекте жеңіліп жатқанын ашық көрсетті. Осылайша Махмуд ересектер арасында тұңғыш рет Азия чемпионы атанды. Және осы чемпионаттағы да Қазақстанның ерлер құрамасына тұңғыш алтынды салды. Одан кейін шаршалаңға көтерілген ересектер арасында өзінің алғашқы Азия чемпионатын өткізген Асылқұлов Оразбек алғашқы раундты тым жақсы бастады. Қарсыласынан қарағанда шеберлігі де артып тұрды. Ал екінші, үшінші раундта алғашқы раундтағыдай Оразбекті көрмедік. Сондықтан да бұл жекпе-жектің нәтижесінде өзбек боксшысы үздік болып көрінді. Мирзахалилов өзінің спорттық мансабындағы 3-ші Азия чемпионатын жеңуде. Осылайша Асылқұлов Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Одан кейін шаршалаңға 67 келі салмақ дәрежесі бойынша Дулат Бекбауов көтерілді. Дулатқа қарсы өзбекстандық Муджибола Турсунов қарсылас атанды. Қос боксшы арасында да жекпе-жек өте тартысқа толы болды. Терезесінен кездесуде өзбекстандықтың қолы көтерілді. Одан кейін 71 келі салмақ дәрежесі бойынша Абылайхан Жүсіпов өзбекстандық Асадуллаев Хафазбекке қарсы өте тартысты кездесу өткізді. Алма-кезек шабуылдармен алмасқан боксшылардың соққылар жағынан Абылайханның соққылары дәлірек болып көрінгенмен, төрешілер оны басқаша көрген екен. Осылайша Абылайхан да 2024 жылғы Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Одан кейін 75 келі салмақ дәрежесі бойынша Диас Молжигитов пен Джавахир Уматалиев арасындағы кездесу. Қос боксшының арасында өткен бұл жекпе-жек қарымта кездесу болып есептеледі. Жылдың басында 22 жасқа дейінгі Азия чемпионатында дәл осылай ақтық бәсекеде Диас Молжигитов Уматалиевті Астанада өткен байрақты додада жеңіске жеткен болатын. Бұл жолы өзбек боксшысының асығы алшысынан түсті. Одан кейін 86 келі салмақ дәрежесінде 2019 жылғы әлем чемпионы Бекзат Нұрдәулетов өзбекстандық Жасурбек Юлдашевқа қарсы шаршалаңға көтерілді. Бұл боксшылар осы жылдың басында Странжа кубогінде жолдары түйіскен болатын. Сол сәтте тартысты кездесуде жеңіске өзбекстандық боксшы жеткен еді. Бекзат та Махмуд секілді әлем чемпионы болса да Азия чемпионы деген атаққа осыған дейін ие болмаған еді. Ал дәл осы жекпе-жек Бекзат үшін орын ерекше. Өзінің есесін қайтарып, және әлем чемпионы деген атағына Азия чемпионы деген атағында қосу. Жекпе-жекке келетін болсақ, Бекзаттың қарсыласынан қарағанда шеберлігі өте басым болды. Өте сенімді түрде жеңіске жетті. Бекзаттың алтыны құрама қоржынының екінші алтыны болып есептеледі. Бекзаттың жеңісіне үлкен үлес қосқан бапкер ретінде Берік Абдрахмановтың да үлкен еңбегін бағалап өткен жөн деп есептеймін. Бекзаттың бапкері Марат Шакиев бүгінгі күнде кәсіпқой бокста Мейірім Нұрсұлтановтың мансабымен айналысып жатқаннан кейін өзінің шәкіртін Берік Абдрахмановқа сеніп тапсырған екен. Берік те өз сөзінде Бекзатқа қатты сенетінін, биыл Азия чемпионы болып, келесі жылы әлем чемпионаты бар. Одан кейін Олимпиада чемпионы болу біздің арманымыз және мақсатымыз деп сан мәрте айтып жүрді. Дәл осылай жоспарлары жүзеге асып жүре берсін деген ізгі тілектеріміз бар. Одан кейін шаршалаңға 92 келі салмақ дәрежесінде Мырзағали Айтжановтың шәкірті Тоғанбай Сағындық көтерілді. Алдағы шығарылымдарда айтып өткендей, Тоғанбай бұл жарыста тек чемпион болып келемін деген амбициясы бар екенін көрсеткен болатын. Дәл сол өзінің ұстанымында бүгін ақтық бәсекеде тәжікстандық Парвиз Каримовты айқын басымдылықпен жеңіп Азия чемпионы атанды. Одан кейін шаршалаңға көтерілген Айбек Оралбай. Айбек Оралбайдың да жарыстың жартылай финалдық кездесуінде басты қарсыласы Жахангир Закировты жеңгеннен кейін көпшілік Оралбайды Азия чемпионы ретінде алдын ала санады. Және сол сенімді Айбек те ақтап шықты. Осылайша Қайрат Сатжанов баптайтын жігіттеріміз ұлттық құраманың қоржынына 4 алтын, 4 күміс, 1 қола медаль салды.
Мінекей достар, чемпион атанған, жүлдегер болған жігіттерді жеңістері мен жүлделерімен құттықтаймыз. Барлық бапкерлерге рахмет, жалпы командаға рахмет. Азия чемпионаты көзді ашып жұмғанша тез өтіп кеткенмен, оған дейінгі қаншама дайындық, қаншама маңдай терлері бар. Жігіттерге еш реніш жоқ, барын салды. Төрешілер де кейбір жекпе-жектерде қателесіп жатты. Тағы бір ескерте кететін жайт, Өзбекстан құрамасы 2 және 3 нөмірлермен Азия чемпионатына қатысты деген ақпарат қайдан алынғанын білмеймін. Бірақ осы Азия чемпионатына қатысқан өзбекстандық боксшылар бүгінгі күндегі дәл қазіргі сәттегі 1 нөмірлі боксшылары, олимпиада чемпиондары, көпшілігі кәсіпқой боксқа ауысты. Ал бұл жігіттер сол аға бауырларының орнын басқан бүгінгі күндегі алдыңғы қатардағы өзбекстандық боксшылар. Жеңісті күндеріміз, жеңісті сәттеріміз көп болсын. Қазақ бокс жасасын.